Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен керемет шайға жылдам дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоның соңына дейін көріңіздер. Печеньеге қажетті заттардың барлығын осы видеоның астында описание бөлімінде қалдырамын. Алдымен құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ұнның үстіне қамыр қопсытқышымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді келесі кезекте мұзға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне құрғақ заттарымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Кейін қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық, кішкене қолға жабысатын қамыр болды. Енді 15-20 минутқа холодильникке қойып аламыз. Сосын печеньелерімізді жасайтын боламыз. Қышықтан қамырымызды аламыз. Енді осылай сопақша формаға келтіріп, қолымыздың көмегімен осылай домалақ пішін жасаймыз. Мен көз мөлшерімен шамалап істеп жатырмын. Егер сіздерде тараз болса, таразға өлшеп жасасаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын домалақ пішінге келтіріп аламыз. Осылай домалақ формаға келтіріп алдық. Енді осылай сахарный пудраны ыдысқа салып аламыз да печеньемізді аунатамыз. Аунатылған печеньелерімізді формамызға саламыз. Барлық печеньелерімізді толық осылай сахарный пудраға аунатышамыз, яғни қант ұнтағына. Осылай сахарный пудраға аунатып алдық. Формамызға салып 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей печеньелеріміз дайын болып шықты. Құрамы ешқандай маргаринді қажет етпейтін, өте қарапайым, жылдам дайын болатын печеньелеріміз. Керемет дастарханға ұсына беруге болады. Арасын бөліп көрейік. Мінекей жұмсақ арасы осылай пісіп шыққан. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қарапайым, тез дайын болады, көп уақытыңызды алмайды. Үйіңізге қонақ келген уақытта аяқ асты жылдам пісірсеңіз, осы печеньеңіз керемет болып шығады. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті керемет үйде бар заттардан жасалынатын қарапайым рецепттер бар.